Ринат Жұмабаев, Мұхаммад Захид Суяров, Альберуни атындағы жарыс. D4 АТФ6, C4 E6, АЦ3 піл B4, Арон Исаевич Немцовичтің қорғанысы. E3 Акиба Кивелевич Рубинштейннің варианты. Рокировка піл D3, D5, АТФ3 алдық-алдық, C5. Үнем айтатын нәрсе бірінші сарбаз, содан кейін фигуралар. Рокировка алдық-алдық, мынау енді оқшауланған сарбаз. B6 піл G5 піл B7 уәзір E2. H6 піл H4 піл C3 алдық-алдық. Енді бұл аспалы сарбаздар деп аталады. Екеуі де C және D жолында орналасқан. Ат B D7 піл B3 және уәзір C7. Мына жерге шабуыл жасау. Мына сарбаз мына торды бақылауда ұстайды, мына сарбаз мына торды бақылауда ұстайды. Бұны бұғаттау сақинасы деп атайды. Бұғаттау сақинасы мына екі сарбазды тоқтату үшін арналған. C4 уәзір F4 піл G3 алдық-алдық. Енді біздің жағдайымыз онша емес, себебі мына екі аспалы сарбаз бар. Бірақ бұл аспалы сарбаздарға шабуыл жасау да оңай емес. Бұны да ескеру керек. Тура А C8, C1, тура F D8 бәрі тамаша, өте сауатты D және C жолдарына орналастырды. E1 және ат F8, D1 және ат H5. Көрдіңіздер ме? Көрініп тұр, үйге дайындалған вариант, және бұл варианттың ең басты мақсаты әрине қарсыласқа осындай қиындық туғызу. Мынау енді оқшауланған сарбаздар, мыналар енді бытыраңқы сарбаздар, мынау енді аспалы сарбаздар деген сияқты. Ақтардың осындай кішкене ыңғайсыз жағдайлары бар. D5 алдық-алдық және патша H8. Ерте ме кеш пе осы жағдай болып қалуы мүмкін. Соны болдырмау үшін осындай іс-әрекет жасап жатыр. F4 G6, патша G2, патша G7. Ойынның соңында патшаның белсенділігі өте маңызды. E3 ат F6, патша F6 былай және G5. Әрине мүмкіндік бермейді болашақта G5 деген іс-әрекетті жүзеге асыруға. F3 патша G7, F5 алдық-алдық және ат G6. Енді болашақта Каспаровтың сүйікті аты F4-ке кеп қалуы мүмкін, H4-ке де кеп қалуы мүмкін. Патша G3 және тура D6. Тура D6 біріншіден мына сарбаз тоқтату, екіншіден B5 деген іс-әрекетті дайындау. Тағда тураны C5-ке апару да әбден мүмкін. Бұлай және A6. Мына сарбаз өте қауіпті, бұл деген сарбаз орталықтағы өтетін сарбаз, сол себепті бұның түбіне жетуге тырысу керек. E4 және B5 алдық-алдық. Енді мынау жалғыз сарбаз болып қалды. Сол себепті бұл керемет сарбаз деп айта алмаймын. F3, C1, былай және ат F4 тамаша. Осындай кезде көрінеді екі фигураның қандай айырмашылығы бар. Ат деген мықты, ал піл деген өзінің сарбазына өзі қарап тұр және мүмкіндігі шектеулі. Былай алдық-алдық және ат D5. D1, C3 алдық шақ, қос шақ, былай қос шақ емес, қос соққы, былай және жағдайымыз біздің онша емес. Неге онша емес? Өйткені қарсыластың мына жерде 3 сарбазы бар, бізде бар болған екеуі ғана бар. Мына жерде бір-бірден. Сол себепті жағдайымыз онша емес. E3, F5, былай H5 алдық және патша H6. Патша D4, патшаның белсенділігі өте маңызды. Үнем айтатын нәрсе патша және патша ойының соңында өте маңызды. G4 алдық-алдық және піл D5. Мына G2-дегі торды бақылауда ұстауымыз керек. Өйткені мына сарбаз өте қауіпті. F5 былай және E3. Дәл қазір мынаның түбіне жететін болса, онда мына сарбазды тоқтатуға мүмкіндік болмайды. C6, D1, A3, C3. Енді былай алатын болсаңыздар, былай алады. Былай алатын болсаңыздар, онда G3 осымен ойын аяқталады. B4, B1 алдық және G3 былай және осымен ойын аяқталады. Әрине, мынаны алады, аласыздар, мынаны алады, осымен ойын аяқталады.